Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен. Бүгін Google'дың оқытуда пайдаланылатын құралдары тақырыбы бойынша кезекті сабағымызды жалғастырамыз. Бүгінгі біздің қарастыратынымыз Google тақта құралы болып табылады. Осы құралмен жұмыс жасау үшін біз алдымен өзіміздің браузеріміз Google Chrome'да ашып, Whitey дегенді оң жақтағы басып, өз аккаунтымызға кіреміз. Енді осы Google тақтаға кірудің екі түрлі жолы бар. Ол үшін өзіміздің аккаунтымыздың қасындағы төрт бұрышты басып, Jamboard дегенді таңдаймыз. Бірден тақта ашылады. Немесе екінші жолы осы төрт бұрышты басып, Google дискіге кіреміз. Google дискіге кіргеннен кейін құру дегенді басып, төмен қарай түсіп, тағы да дегеннің ішінен Google Jamboard дегенді таңдаймыз. Екі жолда да тақта ашылады. Өздеріңіз көріп отырғандай, тақта бос әзірше. Енді осы тақтаны құрастыру үшін бізге жаңадан бет ашуымыз керек. Ол үшін оң жақ төменгі беттегі плюс белгісін басамыз. Міне біздің жаңа тақта бетіміз ашылды. Енді ең алдымен тақырыбын қоямыз. Тақырыбын мысалы жаңа тақырып деп қояйық. Енді осы тақтаның мүмкіншіліктерімен таныса бастаймыз. Ең алдымен тақтаның фонын өзгертетін құрал. Бұнда фон таңдап алуға болады. Бірнеше түрлі фондар бар. Мысалы міне өздеріңіз көріп отырғандай шақпақ жол, ұзын жол. Немесе боялған көк тақта, қара тақта. Немесе өзіңіздің белгілі бір суретіңізді компьютеріңізден кез келген жерінен, не компьютерден, немесе Google картинадан, немесе өзіңіздің Google дискіңізден таңдап қоюға болады. Біз әдеттегідей шақпақ жолдағы тақтамен жұмыс жасай берейік. Енді бұның құралдарымен танысамыз. Сондай-ақ осында белгілеуге де болады, қандай мөлшерде тақтаны көрсетуге болатындығын, үлкейту немесе төмендету белгілерін басып, немесе проценттік нұсқада басу арқылы тақтаның түрін өзгертуге болады. Мысалы 100% десек, мынандай болып шығады. 50% десек, мынандай болып шығады. Осылайша өзгертіп отыруға болады. Біз стандартты өзі ұсынған тақтамен жұмыс жасай береміз. Енді негізгі құралдары. Оның ішінде ең бірінші құрал бұл қалам, жазу құралдары. Бұл жазу құралдардың өздері қалам, фломастер, маркер және кисть деп төрт түрлі құрал беріледі, және мынандай 6 түрлі түс беріледі. Сіз кез келген құралды таңдап, осы түсті таңдап жазуыңызға болады. Мысалы, қаламды таңдап, көк бояуды таңдап жазсақ, бізде көк бояумен мынандай жазулар жазылады. Егер де фломастерді таңдап, жасыл бояуды алсақ, бізде қаламға қарағанда біраз қоюлау болып, фломастермен жазылады. Маркерді таңдасақ, маркер одан да қоюлау, қалыңдау түсте болады. Және кистті таңдасақ, мынандай түрде кистті бояу бояйды. Бұл негізгі жүргізетін осы жазу құралдарының түрлері. Бұлармен әртүрлі жазу жазып көрсетуге болады. Мысалы, А квадрат қосу Б квадрат тең С квадрат. Осылайша жазып көрсетуге де болады. Келесі құралымыз өшіргіш. Өшіргішті пайдалану арқылы біз жаңағы жазғандарымызды өшіре аламыз. Егер де барлығын бірдей өшіріп тақтаны өлдей тазалау керек болатын болса, бірден очистить білем дегенді басып, тақтаны толықтай өшіріп тастай аламыз. Келесі құралымыз стикерлер деп аталынады. Стикердің де түрлерін таңдауға болады, әртүрлі бояуда жасауға болады стикерлерді. Мысалы, бірнеше стикер жасап, біз сәйкестендіру деген ойынды көрейік. Міне біздің стикеріміз сақталынды.
Енді осы стикерді үлкейтуге болады, кішірейтуге болады. Немесе айналдырып қоюға болады әртүрлі формада. Және қасындағы 3 белгіні басып, оның көшірмесін жасауға болады. Немесе жаңа стикерді, жаңағындай стикер дегенді басып, жаңа стикер жасауға да болады. Енді мынаны өзгертеміз. Батыр дейік. Келесі. Бұл көшірменің өзін өзгерткен кезде, оның фонын да өзгертіп тастауға болады, мысалы міне. Bazı деп алайық. Көшірмесін жасаймыз. Көшірмесін өзгертеміз. Бөгенбай. Бай деп алайық. Және Сұлтан деп алайық. Енді оқушыларға осыларды сәйкестендіру туралы тапсырма берілген кезде оқушы әрқайсысын жазыстырып отырып, биді биге, батырды батырға, сұлтанды сұлтанға апарып қоя алады. Міне осылайша осы тапсырманы орындатуға болады. Бұл стикер. Мен жұмыс. Келесі суретті қосу. Біз кез келген суретті компьютерден немесе өзіміздің Google дискімізден алып, немесе Google фотоның ішінен интернеттен қарауымызға да болады бұнда. Біз алдын ала дайындап қойған мәтінді алып салып көрейік. Міне біздің мәтініміз орналастырылды. Ол мәтінді де біз үлкейте аламыз, кішірейте аламыз. Оның көшірмесін жасап, немесе қойып жібере аламыз. Енді осы мәтінмен жұмыс жасау кезінде біз үлкейтіп қойсақ, жаңағы қаламды пайдаланып, өзімізге қажетті деген, маңызды деген жерлерді сызып көрсете аламыз оқушыларға. Немесе оқуға тиісті бір белгілі бір бөлігі болатын болса, оны түгелдей қоршап, маңызды бөлікті. Осылайша оқушыларға көрсете аламыз. Бұнда бет төмен қарай жылжымайды. Міне көріп отырсыздар өздеріңіз. Бірінші бет бітті. Екінші бетті қосу үшін біз жоғары жақтағы барамызда, міне бассақ, екінші бет шығады бізде. Енді келесі бетте мәтіндік алаңқай деген бар. Осыны бассақ, бізге мынандай мәтін жазатын алаңқай шығады. Мысалы, біз бұған алаңқайды үлкейте аламыз, кішірейте аламыз, қозғап қоя аламыз. Және енді бұған жазып көрейік. Mine biz bunu үлкейте аламыз. Бұның шрифтін өзгерте аламыз. Бояп аламыз да, мысалы, мына жерде заголовок, подзаголовок деген таңдай аламыз. Сондай-ақ біз бұған бояй аламыз жазуымызды. Және бұны ортасымен немесе бетімен осылай белгілеп қоя аламыз.
және кез келген жерге жылжытып апара аламыз. Енді оқушылар бұны толтырған кезде жаңағы қаламды алып Жәңгір ханға деп мысалы мына жерге жазып тапсырманы орындай алады. Бұнда міне бассаңыз, бірінші бет, екінші бет шығып тұр міне. Біз осы арқылы жаңағы жылжытып отырып, беттерді таңдап ала аламыз. Осылай бетті плюсті белгісін басу арқылы беттерді қосуға да болады. Енді шығып кетіп қайтадан кіру үшін біз жаңағы Gmboardқа, бұл автоматты түрде сақталып қалады сізде. Біз оны Gmboardқа кіру арқылы немесе жаңағы Google дискіге кіретін болсақ, міне біздің жасаған бетіміз сақталып тұр. Міне мұнда қарайтын болсақ, басып, біздің ашқан беттеріміздің де барлығы орындарында тұр. Енді тағы бір мүмкіншілік, бұл мынандай сілтемені бересіз оқушыларыңызға, одан кейін төмендегі рұқсат беру белгісін бассаңыз, бұнда оқушы тек оқушы ретінде немесе редактор ретінде қатыса алады. Оқушы ретінде қатысатын болса, ол тек қана сіздің жазғаныңызды оқи алады. Редактор мүмкіндігін беретін болсаңыз, ол сізбен бірге осы тақтаны пайдаланып жазулар жаза алады. Міне біз редактор белгісін беріп, жаңағы сілтемені көшіріп алып, оқушының қандай мүмкіншілігі бар екендігін көрейік. Ол үшін мен жаңадан тағы да бір бет ашамын. Инкогнито режиміне кіремін. Жаңағы көшіріп алған сілтемені жазып, ашсам, міне жаңағы бетіміз ашылды. Міне екі бет бірдей. Мынау мұғалімнің беті, мынау оқушының беті. Мысалы, енді біз жаңа бетімізді таңдап алайық. Одан кейін осы бетте мұғалім оқушыға тапсырма беріп көрсін. Мысалы үшін маркерді таңдап алып, оқушыға бір тапсырма беріп көрелік. Онда біз мысалы төмендегі маркермен емес, біз бәтімен жазып көрейік. Дамырақ болу. Төмендегі мәтінді оқып, сұраққа жауап бер деп жазайық. Енді мәтін жазайық. Мысалы, Қазақстанның картасынан жібек жолы өткен жерді көрсет. Міне өздеріңіз көріп отырсаңыздар, міне оқушының тақтасында, мұғалімнің тақтасындағы жазылған жазулардың барлығы шығып тұр. Енді бұларды кішірейтіп тастайық. Көріп отырсыздар ма? Екеуінде синхронды түрде бірдей өзгеріп отырады. Енді Қазақстанның картасы керек болсын бізге. Ол үшін біз добавить изображениені басамыз. Карта, Қазақстанның картасы.
деп жазамыз. İzleyimiz. Mine karta çıktı. Tangdap alamız. Mine kartamız ornalaştırıldı. Endi o'quvchi o'sha karta bo'yicha topshirmani tövündегі мәтінді оқып, сұраққа жауап бер, Қазақстанның картасынан жібек жол өткен жерді көрсет деп сұрақтар жазылып тұр. Оқушы осы тапсырманы орындайды. Алып, бояуды алады да Қазақстанның жолымен өткен жібек жолдың тармақтарын бұлайынан көрсетеді. Міне, мұғалім бірден оқушының әрекеттерін бақылап көріп отыра алады. Оқушы да мұғалімнің берген тапсырмасын бірден көріп, осы тапсырманы орындай алады. Бұдан кейін жаңағы айтып өттім, бұлардың барлығы да бірден осы жазған жазуларымыздың, жасаған өзгерістеріміздің барлығы біздің Google дискімізде сақталып қалады. Сондай-ақ біз мына 3 нүктені басатын болсақ, biz осы файлдарды PDF түрінде көшіріп ала аламыз өзімізге. Ол үшін PDF дегенді таңдаймыз. Қажетті орынды таңдаймыз, қай жерге көшіретінімізді. Сақтау белгісін басамыз. Міне бізде жүктелді PDF түрінде. Енді ашып қарайтын болсақ, міне жаңағы жазғандарымыздың барлығы да PDF түрінде бізде сақталып тұр. Өздеріңіз көріп отырсыздар. Сондай-ақ біз сурет түрінде де сақтай аламыз. Ол үшін сурет түрінде сақтау дегенді басамыз. Тағы да орналастыратын жерімізді таңдаймыз, сақтау белгісін басамыз. Міне жүктелді. Бірақ сурет түрінде әр бет жеке-жеке сақталады. Жаңағы PDF сияқты барлық бет бірдей емес, міне бір бет қана бізде сурет түрінде түсіп тұр. Міне бір бет қана. Келесі бетті түсіру үшін біз келесі бетті таңдап, тағы да сурет түрінде көшіру дегенді таңдауымыз керек. Ал негізінен бұның барлығы бізде Google дискімізде сақталып тұр. Егер Google дискіні қарайтын болсақ, бұның өзге тақталардан бір айырмашылығы, міне осы артықшылығы осында. Егер сіз бірнеше классқа бір тақырыпта сабақ беретін болсаңыз, мысалы Zoom-ның тақтасын пайдаланатын болсаңыз, ол тақтаны сіз бір сабақта ғана пайдаланасыз да, келесі сабақта жаңадан жасауыңызға тура келеді. Сол сияқты Zoom-ның тақтасына өзі Zoom-мен жұмыс істеп жүрген кісілер біледі, көптеген құралдары аяқ астынан жұмыс істемей қалады. Тіпті тақтаның өзі де кейде қатып қалатын жағдайлары жиі кездеседі. Ал Google тақтасында ондай мәселелер мүлдем кездеспейді. Міне жаңағы жасаған тақталарымыз барлығы да міне сақталып, Google дискіде сақталып қалып тұрады. Оны келген уақытта дискіден алып, енді басқа сыныптарда болатын сабақтарда пайдалана аласыз. Міне Google тақтаның негізгі басты қызметтері туралы осы. Менің каналыма жазылып, жаңадан шыққан видеолар туралы біліп отырғыларыңыз келсе, қоңырауды басып барлығы дегенді таңдаңыздар. Осы видео туралы пікірлеріңізді лайк немесе дизлайк түрінде білдіріңіздер. Тағы да пікірлеріңіз болатын болса, комментарийге жазып қалдыруларыңызға болады. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.